Сәлеметсіңдер ме? Ана тілі оқулығындағы 16-шы сабақ жуан және жіңішке жұп дауыстылармен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Отан. Отан сенің атанаң. Отан досың, бауырың. Отан өлкең, астанаң. Отан аудан, ауылың. Отан тарих, отан тіл. Жасаған елің, ер қалқың. Отан өлең, отан жыр. Көтерген көкке ел даңқын. Өлеңнің авторы Бүркіт Ысқақов. Балалар, сандықшадағы сөзге қарайықшы. Өлке. Өлке дегеніміз не екен? Бір өңірді, аймақты, ауданды біз өлке деп айтады екенбіз. Отан туралы не білеміз, балалар? Отан біздің өлкеміз, біздің тұрып жатқан мемлекетіміз, Қазақстан мемлекеті біздің отанымыз, ауданымыз, ауылымыз, отан біздің тарихымыз. Ендеше, мына сарымен белгіленіп тұрған отан сөзіне өз пікірімізді жазайық. Отан бізге не екенін, отан, мысалы, біріншіден тарих, отан, тіл деп жазып шығамыз. Міне, отан сөзіне көптеген теңеулер бар екен. Отан біздің тарихымыз, отан біздің тіліміз, отан біздің өлкеміз, отан біздің еліміз. Менің отаным Қазақстан деген тақырыпта өз ойымызды айтсақ болады екен. Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Қандай керемет айтқан. Отансыз адам, яғни мемлекеті жоқ адам, ормансыз бұлбұл сияқты дейді. Мекені жоқ ел сияқты дейді. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол дейді. Қазақтың қандай керемет мағыналы мақалдары бар. Есімізден шығармаймыз, дәптермен жұмыс жасаймыз. Келесі, үшінші жаттығу. Сөздерді салыстырып оқы және көшіріп жаз дейді. Мына жерде сөздерді салыстырып қойыпты. Ал, әл. Ал деген алманы ал. Әл ол біздің күшіміз, яғни. Сан біздің 1, 2, 3 деп санайтын санымыз. Сән дегеніміз үстімізге киетін сәнді киіміміз. Ыс дегеніміз от жаққанда үйдің іші ыс болады, соны айтамыз. Іс дегеніміз бір затты істейін деп жатсақ, ол нәрсені іс деп айтамыз. Тыс. Бұл нәрседен тыс нәрсені айтамыз. Мысалы, тіс десек, ол біздің тісіміз. Он деген біздің тамақ істейтін затымыз. Үн дегеніміз біздің дауысымыздан шыққан үнді үн деп айтамыз. Тұс. Мына тұста тұр дейміз, балалар. Түс дегеніміз ол түстерді айтамыз және өзіміздің көретін түстерді айтамыз. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарды ата, олардың дыбысталуына назар аудар. Сөздердің мағынасын қалай түсінгеніңді айт дейді. Балалар, мен сендерге түсіндірдім. Бұл жерде ал сөзі жуан, ал әл сөзі ол жіңішке, сан сөзі жуан, сән сөзі жіңішке. Осылай дыбыстарды ажыратып, өздерің айтып шығыңдар. Келесі, төртінші жаттығуға назар аударайық. Төртінші жаттығу. Ұйқасын тап. Төрге оны төсеп, қабырғаға ілем. Оның аты кілем. Дұрыс айтасыңдар. Екінші, ағып жатыр бұлақ, жаға астында құрақ. Осылай ұйқасын тапсақ болады екен. Келесі сабақта кездескенше.